Европа мен Азия арасындағы ынтымақтастықты жандандыру және екі аймақты ықпалдастырудағы Қазақстанның рөлі. Бүгін 8-ші Астана экономикалық форумы шеңберінде өтіп жатқан Европа және Азия форумының қатысушылары осы тақырыпты жан-жақты талқылады. Сарапшылардың пікірінше, Қазақстан 2025 жылы әлемнің қаржы орталығына айналады. Өйткені ел үкіметі инвесторлар үшін қолайлы жағдай жасап отыр дейді олар. Еуропа және Азия елдері арасындағы екіжақты сауда-экономикалық байланыстарды нығайтуда даму институттары үлкен рөл атқарады. Ал Қазақстандағы ең басты даму институттарының бірі бәйтерек холдингі. Сондықтан ол әлеуметтік-экономикалық бастамаларды іске асырудан басқа, шетелдік капиталды тарту үшін белсенді халықаралық қызметті жүзеге асыруда. Әлемдегі ірі компаниялардың инвестицияны Қазақстанға тарту, индустрияға диверсификация қолдау көрсетіп, сол бағыттар бойынша біз толық осы қазір біздің стратегиямызды және жұмысымызды белгілейтін болады. 2025 жылы Қазақстан әлемнің қаржы орталығына айналады. Өйткені ел үкіметі инвесторлар үшін қолайлы жағдай жасауда. Әсіресе салық саясаты кәсіпкерлердің қызығушылығын арттырды. Бұл форумға қатысқан шетелдік сарапшылардың пікірі. Соңғы 10 жылда мұнай мен газ бағасының тұрақсыз болғанына қарамастан, Қазақстан экономикасы 2 есеге артқан. Өйткені билік бизнеске бөгет болатын кедергілер жойды. Сондықтан Қазақстанға қаржы құю тиімді дейді мамандар. Қазақстанға инвестиция салу өте тиімді. Естеріңізде болса, бірнеше жыл бұрын инвесторлардың назары Үндістан мен Қытайға ауған болатын. Енді 2025 жылы кәсіпкерлердің көңілі қазақ еліне ауатын болады. Өйткені өсімге назар аударыңыздар. Инвестициялық климат қалыптастыруда да Қазақстан қолдан келгеннің бәрін жасап жатыр. Яғни бұл елге қаржы құйған кәсіпкердің ұтары анық. Мен сіздердің президенттеріңіздің Қазақстан экономикасын дамытуға бағытталған барлық бағдарламалармен толық танысып шықтым. Әлем және Европа нарығына қатысушы Қазақстан экономикасы үшін бұл үлкен жетістік. Себебі сіздердің елдеріңіз Европа мен Азияны байланыстырушы алтын көпір. Отандық даму институттары азиялық және европалық бағытта даму банктерімен белсенді жұмыс жасамақ. Бәйтерек ұлттық басқарушы холдингінің басқарма төрағасы Қуандық Бишімбаевтың айтуынша, ағымдағы жылы шағын және орта бизнес пен әйелдер кәсіпкерлігін қолдау үшін ірі қарыз қаражатын тарту жоспарланып отыр. Жандос Жұмабек, Ани Алшынбаев, Астана.